Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям әлемге мейірімді және де әлемнің жаратылуына себеп болғаны үшін Аллаһтың ілтипатына ие болды. Бұларды өз аузынан тыңдап көрейік. Мен жаратылуым бойынша пайғамбарлардың алғашқысымын, ал жіберілуім бойынша соңғысымын. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалям сұрайды: «Уа Аллаһтың елшісі, саған пайғамбарлық қашан берілді?» Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деп жауап береді: «Адам ата әлі рух пен дене арасында болғанда». Оның пайғамбарлығы бүкіл адамзатты қамтиды. Ол шынында: «Мен қызылға да, қараға да пайғамбар болып жіберілдім» деген. Оның келу хикметтерінің бірі жақсы мінезді толықтыру еді. «Мен жақсы мінезді толықтыру үшін жіберілдім». Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям мінезі үйренумен, тырысумен болған емес, толығымен иләһи сый нәтижесінде пайда болған. Қақ тағала оны жаратты да өзі тәрбиеледі. Бұл пайғамбарларға қарасты бір жағдай болып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям да бұл туралы былай деген: «Мені Раббым тәрбиелегендіктен әдебім мен мінезім қандай тамаша». Оның мейірімі мен қайырымдылығы бүкіл адамзатты қамтиды. Ол былай дейді: «Мен лағнет айту үшін жіберілмедім. Мен тек Аллаһтың құлшылығына шақырушы және рахмет ретінде ғана жіберілдім. Аллаһым, қауымымды қидаятқа, тура жолға сал, өйткені олар ақиқатты білмейді». Алла Ибрахим ұлдарынан Исмайылды, Исмайыл ұлдарынан Қинана ұлдарын, Қинанадан Құрайышты, Құрайыштан Қашим ұлдарын, ал Қашим ұлдарынан мені таңдады. Мақтану үшін айтпаймын, бірақ Раббымның алдына құзырында адамзат баласының бұрынғы сынын да, кешегісінің де ең абзалы менмін. Жәбірейіл әлейхиссалям маған келіп, әлемнің төрт бұрышын шарладым. Мұхаммедтен жоғары ешкімді, Қашим ұлдарынан абзал ешқандай тайпаны көрмедім деді. Мен адамнан бері некелі құрсақтан шықтым, некелі жанұялардан тарап келемін. Менің тегімде ұятқа қалдыратын әдепсіздік жоқ, сөз жоқ. Мен қанифтік, Аллаһтың бір екендігін жариялаған Хазіреті Ибрахимнің діні, кеңшілдік, түсінікпен қарау жағдайы және жеңілдік беруші пайғамбары ретінде жіберілдім. Өмірім сендер үшін рахмет пен берекет. Менімен сөйлесіңдер, мен де жауап беремін. О дүниелік болғаннан кейін де өлімім сендер үшін рахмет пен берекет болады. Өлгеннен кейін істеген істерің маған баяндалады. Мен тексеремін. Егер жақсылық істеген болсаңдар, Аллаһқа мадақ айтамын, ал егер жамандық істеген болсаңдар, Аллаһтан кешіруін өтінемін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям басқа пайғамбарлардан бөлек өзіне берілген ерекшеліктерді былай түсіндірген: «Маған менен бұрынғы ешбір пайғамбарға берілмеген 5 нәрсе аманат етілді. Олар: бір айлық алыстағы, бір айда жететін дұшпанымның жүрегін үрейлендіріп жеңіске қол жеткізу. Мен үшін жер үсті мешіт болды. Топырақта таямым, су болмаған жағдайда топырақпен дәрет алу үшін тазартылды. Сондықтан да кез келген үмметім намаз уақыты жетсе, сол жерде дереу намазын оқи берсін. Менен бұрын ешбір үмметке және ешбір пайғамбарға адал етілмеген соғыстан түскен олжа маған және үмметіме адал етілді. Менен бұрынғылар тек бір қауым мен тайпаға ғана пайғамбар болғанда, мен бүкіл адамзатқа пайғамбар болып жіберілдім. Маған шапағат, қиямет күні Аллаһ тағаланың алдында үмметінің күнәһарларының жарылқауына дәнекер болу ету құқығы берілді. Осы соғысының мағынасын күшейтіп беретін басқа бір хадисте былай делінген: әр пайғамбардың сөзсіз қабыл болатын айрықша бір дұғасы бар. Мен бұл дұғамды иншаалла мәшғар күні үмметім үшін шапағат ететін кезге сақтаймын». Маңдайшамен мінез құлқы жайлы.
Барлық пайғамбарлар жаратылыс жағынан адамзат атаулының ең сүйкімдісі әрі ең кемелдісі. Біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да бүкіл адамзаттың әрі пайғамбарлардың ең кемелдісі. Аллаһ тағала оны теңдесі жоқ рухани ерекшелігімен бірге теңдесі жоқ құдіретті де сәнді етіп жаратқан. Өздері мұны былай түсіндіреді: Аллаһ жіберген бүкіл пайғамбарларына жағымды дауыс пен ажарлы келбет берген. Сендердің пайғамбарларыңды да жағымды дауысты әрі әдемі келбетті етіп жіберген. Аллаһ елшісінің жаратылысы мен мінез-құлқын сөзбен түсіндіретін жазбаларды хилия және шәмәйіл дейді. Оның мінезі мен жаратылысын баяндайтын шығармалар бақытты дәуірден бері күні бүгінге дейін маңызы зор құнды деректер болып табылады. Сахабаларының айтқандарына қарағанда, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хилиясы мынадай еді: пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бойы, дене мүшелері бітімі бір-бірімен үйлескен, өте жарасымды еді. Ол ұзындау орта бойлы еді. Көпшілік арасында еңсегей бойлы көрінетін еді. Маңдайы ашық әрі кең, қастары жаңа туған айдай бір-біріне жақын, қабағы ашық болатын. Көздері мөлдір, кірпіктері қара және ұзын еді. Терлеген кезде нұрлы жүзінен аққан тері маржан моншақтардай мөлтілдеп төгілетін және ерекше бір хош иіс шығатын. Қыр мұрынды, дөңгелек жүзді, беті сопақтау келген, мойыны ұзындау еді. Тістері маржандай тізілген. Сөйлегенде алдыңғы тістері жылтырап тұратын. Иықтары кең, қолы мен балтыры жуан, қолы ұзын, саусақтары салалы еді. Кең кеуделі, қарны мен кеудесі оқтай тартылған шымыр еді. Аяқтары жалпақтаған емес, шұңқырлау еді. Сүйегі ірі денелі, күшті және бұлшық еті тығыз еді. Жауырынында пайғамбарлық мөрі бар еді. Бұл мөр көгершін жұмыртқасының үлкендігіндей, түсі қызыл және жұмырлау болатын. Денесі жұмсақ, ал тәнінің түсі не әппақ, не қоңырқай емес, раушан гүліндей қызғылттау әрі нұрлы ажарлы еді. Шашы толқындалған, сақалы қалың, бір тұтам еді. Шашын өсірген кезде құлағының ұшынан асып тұратын. Қайтыс болар кезде шашы мен сақалы ағара бастаған. Шаштарында біраз ғана, ал сақалында саусақпен санарлықтай ақ бар еді. Денесі таза, қош иісті еді. Үстінен үнемі жағымды иіс шығатын. Біреуі онымен қол алысса, оның қош иісі сол адамның мұрнынан күні бойы кетпейтін. Кіндігі кесілген және сүннеттелген қалпында туылған еді. Сезім мүшелері өте күшті еді. Алыстағыны да көріп естейтін. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айбынды пішіні бүкіл құрметті сахабалары мен оны көрген басқа адамдарға да үлкен әсер ететін. Ол адамзат атаулының ең көріктісі және ең нұрлы жүздісі еді. Оны сипаттағандар жарқырап көрініп тұрған толған айдай әдемі деп айтатын. Ардақты сахабалардан Жәбир радиаллаху анху: мен бұлтсыз бір түні айдың толық кезінде алдымен Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам, одан кейін айға қарадым. Пайғамбарымыздың көркі айдан да нұрлы екен дейді.